Мына Хасан Басри былай деген екен: міне мен бүгін сен үшін жаратылдым. Яғни әрбір күн саған былай деп тіл қатады дейді, әр таңда. Шаман келгенше бос жібермей, бүгінгі күніңді дұрыстап, салихалы, мәнді мағыналы, сауапты істерді жасап қал. Егер мені өткізіп алсаң, қияметте қайтып оралмаймын. Өттім, бітті, кеттім. Сондықтан дұрыстап, неңді өткіз деп әр күн адам баласына осылай тіл қатады екен. Біз осы отырған көпшілігіміз 30-35 жас. Бізге Алла тағала бір 70 жыл өмір берді дейге. Хадисте пайғамбар айтады: менің ұрпағымның, менің үмбетімнің өмірі өте қысқа, баяғы пайғамбарлардікіндей ұзын емес. Қалай болса солай өткізіп жібермейік, қысқа деп айтып кетті пайғамбарымыз. Ары кетсе 60-70 жыл деді. Хадисте осылай келген саны. Жарайды, Алла тағала сіздерге 80, 90, 100 жасауды Алла нәсіп етсін. Бірақ соны ойлайықшы, мәселен 35 жастағы жігіт. Енді 35 жыл өміріңіз қалды. А оның жартысы немен өтеді? 3-тен 1-і ұйқымен өтеді. Қалғанышы? Қалғаны сол әжетхана мен асхананың ортасында өтеді. Одан қалса мына пробкасы бар, кептелісі бар, Алматы сияқты қалада көп уақыт кептеліспен өтеді. Тағы да телесериалдың артында қанша уақыт өтеді. Қазір мына әлеуметтік желі шықты, телефон шұқылап қанша уақыт өткізіп жатсыздар деген сияқты. Сол уақыттың бәрін есептеп шығарғанда, мәселен 35-тегі жігіттің қалған 35 жылдық өмірі сонда қысқарып қанша уақыт қалады. Біз қаншалықты салихалы, сауапты іс істеп үлгере аламыз дегенін әңгіме ғой жамағат. Сондықтан шамамыз келгенше, қолымыздан келгенше осы Алла берген өмірімізді дұрыстап өткізуге тырысып бағайық иншалла.